ашпаймын ана қорап тұра берді. Бір телевизор бір нәрсе қоюдың қажеті жоқ па негізі. Телевизор қоямыз ба? Жоқ. Қазір өзіміз мысалы әлеуметтік желі қарамай уақытымыз өтпейді ғой. Аларға да сондай бір қызық бір нәрсе, ойын ұйымдастырып, нәрсе бола ма негізі? Көңіл көтермекшісіз ба? Иә, көңіл бөліп та. Әйтпесем азынан кешке шейін қорада қамалып тұрады. Ішіп Қалай соға ма? өтеді деймін да уақыттар. Зерігіп ішпей ма негізі? Содан жүн жеп жатыр деп ойлайсыз ба? Иә, содан кейін ғой бір жүн жеп. Салат бауырым жереді. Не үшін жейді оны? Үстін бәрін жеп тастаған ғой. Кальций жетіспейді осының. Анау кормовой мел дейміз ғой, ең арзан витаминдер, соны постоянно 1 килограмм жемге бір ас қасық қосып беріп отырса, осындай нәрселер болмайды. Трикальций фосфат деген бар, витаминдердің түрі бар, қомағай деген суға қосатындар бар, алькарал бар, түрі бар. В общем, әр бергенде әр түрлісін беріп тұрған дұрыс. Мынау жеген уже витамин жетіспей жатқанның белгісінің бірі. Ертең осыдан туылған буаз ғой қойлар. Осыдан туған қозылар как раз жаңағыдай тырысу, эпилепсия дейді, тырысулардың бірінші белгілері осылардан болады. Жүн жеуді бастады ма, сразу алдын алыңыздар. Ертең аптекаға өтсеңіз, мықты витаминдерді дайындатып береміз. Бірінші очередь кальфастоник бересіз сынаған. Кальцийге бай мел, трикальций фосфат, тетравит салып жіберіңіз, элавит салып тұрыңыз, буаздарға ол витаминдердің зияны жоқ, сала беріңіздер.